Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге кекс жасайтын боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыз және сақтап алыңыздар. Бұл рецепті кейін таппай қалуларыңыз мүмкін. Ол үшін ең алдымен бізге 3 жұмыртқа құмшекер керек. Бұл өте барлық үйде табылатын заттардан жасалған өте тәтті, тиімді кекс. Оны қасықпен немесе вилканың немесе миксердің көмегімен араластырып аласыздар. Оның үстіне айран құйып тағы араластырып алғаннан кейін бір шайнек ложкадай сұйық май қосасыздар. Сұйық майдың орнына сары майды ертіп қоссаңыздар да болады. Осылай араластырып алғаннан кейін оның үстіне ұн себесіздер, ванилин, ас содасын қосасыздар. Ас содасы болмаса да разлихитр қоссаңыздар да болады. Барлығын қосып алғаннан кейін араластырып, бәрін қою болғанша араластырып аласыздар. Ұнымызды жақсылап араластырып әйтпесе қамырымыз іртік болып қалады. Соның барлығын дұрыстап араластырып алғаннан кейін кекстің формаларын дайындап аламыз. Оның ішін майламаймыз және пеште 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Қызып болған пешке саласыздар. Осы формамыздың ішіне дәу қастың көмегімен осы жартылау қылып салатын боласыздар. Үстіне беттеріне өздеріңіз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Осылай пештің саласыздар. Форманың ішін майламай қойсаңыздар да болады. Және қызарып піскеннен кейін ішіне зубочистка тығып көрсеңіздер болады. Жабысса піспеді, жабыспаса пісті деген сөз болады. Осылай пісіп шықты. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.